Аса рақымды, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Барлық мақтау мен мадақ бүкіл әлемдердің Раббысы Аллаға тән. Пайғамбарымызға, сүйікті Мұхаммедке Алладан салауаттар мен сәлемдер тілейміз. Алла тағалаға сансыз шүкірлер айта отырып, бүгінгі мынау тарихи сәтке біз куәлік еттік. Аллаға шүкір дейміз. Өйткені бүгін елімізде алғашқы рет былтыр ашылған Хусамаддин Ас-Сағанақи институтының жанынан құрылған қасиетті Құранға жаттаған қариларға ижаза беру орталық ашылған болатын. Мінекей бүгін бір жылда біз Аллаға шүкір соның жемісін көріп жатырмыз. Бүгін сол аталған қариларға ижаза беретін орталықтан 13 қариымыз Асым Қарағаты бойынша хафыз риуаяты менен Шатабия жолы бойынша мінекей Құран ижазасын алып отыр. Ұстаз Махмуд Хасан қаридан. Бұл да үлкен жетістік. Ал енді ижазаға келетін болсақ, бұл ижаза дегеніміз, егер бұлай қазақша түсіндіретін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Құранды қалай оқыған, дәл солай оқу үлгісімен Құранды жаттап ұстазына табыстау. Және пайғамбарымыздан бастап күні бүгінге дейін пайғамбардан үйренген тізбек бар. Сол тізбекке жалғасу, соның арғы жалғастыру. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху дейін жалғасып келген Махмуд Хасан мырзаның мінекей сол кезге дейін ижазасы бар. Енді қазақстандық біздің қариларымыз да сол ижазаға қазір сертификат алып, яғни пайғамбарымыз саллаллаху тізбегіне қосылды деген сөз. Енді бүгінгі ижаза алған біздің қариларымыз ары қарай өзінің шәкірттеріне ижаза беру құқығына иелік ететін болады. Бұл да мінекей үлкен тізбек, үлкен қасиетті жол. Пайғамбарымыз саллаллаху күні бүгінге дейін Қазақстан жерінде, қазақ еліндегі қариларымыз да сол тізбекке ілініп жатыр. Бұл үлкен қуантарлық жағдай. Сонымен қатар, әрине бұған дейін біздің еліміздегі қари балаларымыз, қариларымыз шетелге шығып ижаза алуға Түркия болмаса басқа араб елдеріне барып ұстаз іздеп жататын. Қазіргі таңда мінекей сол шетел аспай, көп қаражат жұмсамай, елімізде өзіміздің Қазақстанда, Астанада және Алматыда арнайы ижаза беру орталықтары ашылды. Қазіргі таңда мінекей Аллаға шүкір жақында ғана Алматы қаласында 18 қариларымызға ижаза бердік. Бүгін мінекей 13 қариларымыз ижазаны Астана қаласынан иелік етіп алып жатыр. Бұл да үлкен Алланың берген біздің елімізге деген сыйы. Алдағы уақытта біз оны ары қарай жалғастыра беретін боламыз. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы 5 уақытта жұмысында басымдылық берсе, соның бірі оқу ағарту бағыты. Алла қаласа, осы оқу ағарту бағыты бойынша біздің алдағы уақыттарда көптеген жоспарларымыз бар. Алла қаласа, оны бірге жамағатымызбен, елімізбен бірге асыра беретін боламыз жоспарымызды. Негізі біздің мақсат діни, теологиялық, тілі терең білімді елімізден алуға иншалла жағдай жасасақ, ол нұр үстіне нұр болады. Өйткені ол өз кезегінде әртүрлі ағымдардың алдын алуға да өзіндік ықпал ететін болады. Алла ниетімізді қабыл етсін. Осы жобаны үйлестіруші, қолдаушы, көмектесуші барша азаматтарға Алла разы болсын деймін. Бүгін ерекше толқып тұрмын, өйткені шәкірттеріміздің қуанышты күні. Ас-Сағанақи институтының түлектері Құран ижазасына қол жеткізді. Бұл үлкен еңбектің нәтижесі. Мен шәкірттерге осындай ижаза куәлігін табыстағаныма дән ризамын. Осынау айтулы шараны ұйымдастырған Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына алғыс білдіремін.